Балақай, бұл алма. Алма қытырлақ, сәл қатты жеміс. Дәмі тәтті, кейде қышқыл болады. Алма суға батпайды, өйткені оның ішінде ауа көп. Бұл банан. Банан өте жұмсақ, тәтті жеміс. Шайнау оңай, балаларға жақсы. Банан көңіл күйді көтереді, себебі онда бақыт гормоны бар. Бұл құлпынай. Құлпынай өте жұмсақ, тәтті әрі хош иісті жеміс. Құлпынайдың тұқымы сыртында орналасқан. Бұл алмұрт. Алмұрт жұмсақ, шырынды және тәтті жеміс. Кейде сәл дәнді болады. Алмұрт піскен сайын одан да тәтті бола түседі. Бұл шие. Шие кішкентай, жұмсақ, тәтті немесе сәл қышқыл жеміс. Шиенің ішінде сүйегі болады, оны жеуге болмайды. Бұл апельсин. Апельсин жұмсақ, шырынды, сәл қышқыл тәтті жеміс. Апельсинде С витамині өте көп. Ол иммунитетті күшейтеді. Бұл жүзім. Жүзім кішкентай, жұмсақ, шырынды жеміс. Тәтті әрі дәмді. Жүзімнен ми жасайды. Ол кептірілген жүзім. Бұл қарбыз. Қарбыз өте жұмсақ, әрі шырынды жеміс. Іші суға толы, жазда шөлді басады. Қарбыздың 90%-дан астамы су. Бұл шабдалы. Шабдалы жұмсақ, тәтті және өте хош иісті жеміс. Сырты барқыт сияқты. Шабдалы Қытайда ұзақ өмірдің символы деп саналады. Бұл ананас. Ананас сыртқы қабығы қатты, ішінде жұмсақ әрі шырынды жеміс. Дәмі тәтті қышқыл. Ананас жерде өседі, ағашта емес. Бұл таңқурай. Таңқурай жұмсақ, тәтті және өте нәзік жеміс. Таңқурай өте тез бұзылады, сондықтан оны тез жеу керек. Бұл қауын. Қауын жұмсақ, тәтті, өте шырынды жеміс. Қауынның иісі өте хош, кейде бөлмені толтырып жібереді. Бұл киви. Киви сырты түкті, іші жұмсақ және жасыл жеміс. Дәмі қышқыл тәтті. Кивиде С витамині апельсиннен де көп. Бұл лимон. Лимон қышқыл, шырынды жеміс. Дәмі өте қышқыл болғандықтан бет жиырылады. Лимон бактерияларды жоюға көмектеседі. Бұл өрік. Өрік жұмсақ,
тәтті, сәл қышқыл жеміс. Кептірілген өрікті курага деп атайды. Балақай, егер саған видео ұнаса, біздің каналға тіркеліп кет.